Құрметті 4-ші сынып оқушылары, бүгін қазақ тілі пәнінен 127-ші сабақ тақырыбы шылаулар мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуын өтеміз. Мақсатымыз тыңдаған мәтін бойынша өз пікірлерімізді айтамыз. Шылау мен шылау тұлғалас қосымшаларды ажырата аламыз. Осы сабақ бойынша бағалау критерийлері. Шылаулар мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуы туралы білеміз, ажыратамыз. Шылаулар мен шылау тұлғалас қосымшалар туралы пікір айтамыз, мысал келтіреміз және дәлелдейміз. Ол үшін өтілген сабақтар бойынша ой қозғап алайық. Шылау дегеніміз не? Мен, пен, бен және шылаулары туралы не білеміз? Да, де, та, те шылаулары қандай мағына үстейді? Ма, ме, ба, бе, па, пе шылауларының тыныс белгілері туралы айт. Үшін, туралы, дейін, шейін шылаулары қандай септіктермен байланысады? Қой, ғой, қана, ғана, ақ, ау шылаулары қандай қызмет атқарады? Олай болса, осы сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда оқулықтағы 35-ші жаттығу тыңдалымға берілген. Мен оқимын, сіздер тыңдайсыздар, сосын тапсырманы орындаймыз. Қазақ тілінің де жазу тарихы ертеден басталған. Біздің әліпби жүйеміз бірнеше тарихи кезеңді басынан кешірген. Қазақстан жерін мекендеген көне ғұн, сақ тайпалары өз жазуларын қалыптастырған. Солардың мұрагерлері болып саналатын Үйсін, Қаңлы, Қыпшақ тайпаларының өз көне жазулары болған. Одан кейін қазақтар араб графикасына негізделген әліпбиді пайдалана бастаған. Одан бері де бірнеше ғасыр өтіпті. 20-шы ғасырдың қазақ тілі әліпби жүйесіне өзгертілді. 1929 жылы қазақ тілі латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшірілді. Бұл әліпбиді біз 1940 жылға дейін пайдаландық. Осы жылдан бастап қазақ әліпбиі тағы өзгертілді. Бұл жолы қазақ тілі кирилл графикасына негізделген әліпбиге көшірілді. Еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейін көп ұзамай әліпбиді өзгерту туралы мәселе көтеріле бастады. Оның қазақ тілі заңдылықтарына үйлесімді екенін, тіліміздің сақталып қалуы мен дамуына зор ықпал жасайтынын, сол арқылы әлемдік өркениетке жақындай түсетінімізді дәлелдеп берді. Көпшіліктің ұсынысын еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та қолдады. Тиісті орындарға 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшуге дайындық жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Қазір латын графикасына негізделген қазақ әліпбиінің бірнеше нұсқасы дайындалып, көпшілік талқысына ұсынылды. Осы мәтін бойынша мынадай тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямыз. Мәтін мазмұнына байланысты өз пікірлерімізді айтамыз. Пікір айту кезінде қыстырма сөздер мен шылауларды қолданамыз. Олай болса, бүгін жаңа ақпараттармен танысамыз.
да, де, та, те шылауы болса, атау септігіндегі сөзбен байланысады да бөлек жазылады. Да, де, та, те шылауы болса егерде, онда ол атау септігіндегі сөзбен байланысып бөлек жазылады екен. Да, де, та, те жатыс септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзімен бірге жазылады екен. Яғни да, де, та, те бұл септік жалғауы болса, яғни оның ішінде жатыс септігі болса, септік жалғаулары сөзбен бірге жазылады. Шылау бөлек жазылады екенде, септік жалғаулары сөзбен бірге жазылады екен. Мен, бен, пен шылау болса бөлек жазылады. Ал егерде мен, бен, пен көмектес септігінің жалғауы болса, өзі жалғанып тұрған сөзімен бірге жазылады екен. Сонымен қандай қорытындыға келдік? Шылаулар болса бөлек жазылады екен, ал септік жалғаулы болса, онда олар сөзбен жалғанып тұрған сөзімен бірге жазылады екен. Келесі, менің бағытым. Сәйкестендіру стратегиясы. Сөздерді өзіне тиісті шылаумен байланыстыру керек. Өздеріңіз оқып, сөздерді шылаумен байланыстырыңыздар. Мысалы, бардың, ба. Тағы сол сияқты өздеріңіз ойланып жазыңыздар. Ал тексерейік. Бардың, ба. Өзің туралы. Ана, ғана. Отан үшін. Көрдің, бе. Ауылға дейін. Өзенге шейін мысалы. Тағы да сол сияқты әркім өзінің ойымен сәйкестендіреді. Жақсы балалар, келесі жаттығу жұмысы, яғни жазамыз. 37-ші жаттығу, мәтінді көшіріп жазамыз. Және мынадай тапсырмаларды орындаймыз. Мәтінді жақшаны ашып көшіріп жазу. Жақшадағы да, де, мен дегендердің қайсысы бірге жазылады, қайсысы бөлек жазылатынын анықтау. Яғни, шылау болса қалай жазылатын еді? Жалғау болса қалай жазылатын еді? Жаңағы сабақтың басында айтты. Ойланамыз. Мәтінді көшіріп жазу арқылы каллиграфиялық нормаларды сақтайды, жазу техникасын жетілдіреді. Яғни әдемі жазамыз, қалай жазу керектігін есімізге сақтаймыз. Жақсы. Менің сөзім, яғни біз сабаққа рефлексия жасаймыз. Үйге тапсырма. 38-ші жаттығу, ребусты шешу. Тапқан сөзді жалғау мен шылау ретінде пайдаланамыз да екі сөйлем құрап жазамыз. Яғни, жалғау болған түріне бір сөйлем, шылау болған түріне екінші сөйлем. Сонымен балалар, бүгін не туралы өттік? Дұрыс айтасыздар, шылау және шылау тұлғалас сөздерді өттік. Шылаулар бөлек жазылады, ал егерде жалғау болса, ол сөзбен бірге жазылады екен. Сау болыңыздар.